Таблиғи жамағаты діни экстремистік ұйымы біріншіден елімізде тіркелмеген, екіншіден біздің еліміздің аумағында тыйым салынғандығын біз тұрғындардың қаперлеріне салғымыз келеді. Үшіншіден, бұл азаматтар өздерінің уағыз насихаттарын 1 күн, 3 күн, 40 күн деген секілді арнайы күндерге бөлу. Ислам дінінде әрине дінді жаю деген нәрсе үлкен сауапқа кенелгенімен, бұндай ресми бір діни күндерін не болмаса бір шектелген күндерді атап өтпейді. Екіншіден, таблиғи жамағаты діни экстремистік ұйымының өкілдері өкінішке орай дін тұрғысынан дінді насихаттағанымен, бұл азаматтардың діни білімі өте саяз екендігіне, сондай-ақ жалған хадистерді жиі пайдалануы, не болмаса әлсіз хадистерді дінде негізгі бір құрал ретінде көрсетулері бұл азаматтардың дін тұрғысындағы насихат жұмыстарында жүргізуде діни білімдерінің мүлдем жоқ екендігін аңғаруымызға болады. Ислам дінінде ер азамат отбасын бағып қағуға, оның қажеттіліктерін қанағаттандыруға міндетті. Өкінішке орай бұл ұйымның өкілдері отбасын тастап, бала-шағаларын тастап, оны Алла рызықтандырады деген секілді желеумен жолға шығып кетеді. Бұл азаматтардың ислам дінінің тең жартысы деп саналатын тазалыққа өте немқұрайлы қарайды. Ислам ешқашан ғылымнан, білімнен ажыраған дін емес. Өкінішке орай таблиғи жамағатының ұйымының өкілдері осы біздің қоғамға бүгінгі технологияны пайдалану, пайғамбар заманында болмаған дүниелерді жүзеге асыруды күнә деп санау, не болмаса исламға енгізілген бидғат, жаман амал деген секілді сылтаулармен, желеулермен бұндай мәселелерді алға тартады. Өкінішке орай осындай дін атын жамылған діни ұйымдар исламға кір келтіріп жатқандығын аңғаруымызға болады.